Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай қытырлақ дайындайтын боламыз, ерекше рецептпен, сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға қантымызды қосып, бәрін біркелкі араластырамыз. Және де 1 шай қасық сүт қосамыз. Тек қана шай қасық, кішкентай қасықпен қосамыз, барлығын біркелкі араластырамыз. Енді осыған ұнымызды сеуіп, жұмсақ қамыр илейміз. Достар, тек қана 1 шай қасық мөлшерде сүт қоссаңыздар, сіздердің қытырлақтарыңыз өзінің формасын ұстап тұрады. Енді 2 бөлікке бөліп қамырымызды жаямыз. Мінекей біз жұқалап жайдық. Енді осыны 4 бұрышты қылып кесеміз. Мен қазір сіздерге көрсетемін. Көбелек тәріздес етіп әдемілеп шығарамыз. Мінекей достар, осылай етіп істейсіздер, өте әдемі әрі оңай, және дастарханға қойғанда өте сәнді болып тұрады. Мінекей барлығын осылай жасап шығамыз. Ал екінші илеген қамырымызды мен осылай тек ұзыншалап тұрадым, оны қазір орап көрсетемін. Майымыз қызғаннан кейін шанышқымызды алып, осылай шетінен ораймыз. Майымызға салғанда, қайнап тұрған майға салғанда ол өзі ашылады. Мінекей достар, осылай әдемі болып шығады. Енді көбелек тәріздес қытырлағымызды саламыз. 3-ден немесе 4-ден саласыздар, және аударып, 2 жағын сарғайтып пісіріп аласыздар. Қатты көп қызартпаңыздар. Мінекей достар, осы рецептпен жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Міндетті түрде комментарийға жазыңыздар, сосын үстіне сахарный пудр сепсеңіздер болады. Осындай әдемі әрі нәзік, үстел басына қоюға өте әдемі болып тұрады. Достар, егер де видеом пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.